сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Алматы облысы Қаратал ауданы Қаныбек Байсейітов атындағы орта мектебінің химия пәнінің мұғалімі Мұхтар Нұржан Мұхтарұлы. Бүгінгі біздің сабағымыз 8-ші сынып химия пәні, табиғаттағы су. Ендеше сабағымызды бастаймыз. Ендеше оқушылар, сабағымызды бастамас бұрын әдемі ой және демала білейік. Барлығымыз қазір әдемі ой ойлаймыз және демаламыз. Сіздердің ойларыңыз жақсарды және көтеріңкі көңіл күйде отырсыздар деген сенімдемін. Онда мына жұмбақтарды шешейік. Бір күні бар элемент жиналып, кімнің маңызды екенін жауап таппай қиналады. Сонда алғашқы элемент: кестеге бірінші тұрған кім? Тегін тұрмағанымды біл. Отында болам, ауа шарында болам. Ұшқын келсе мін, бомба болып жарылам деп күш көрсетті, беріспейтін іс көрсетті. Бұл қай элемент? Дұрыс айтасыздар, сутегі. Жақындасам жанып, су боларсың анық. Шамаңды білмейсің неғып. Мен болмасам тұншығып, қараң болар тіршілік. Мен бар жерде бар емес пе бәрі де. Күн шығып отындары жанатын. Бұл қай элемент? Дұрыс айтасыздар, оттегі. Енді оқушылар, осы сутек және оттектен тұратын қандай қосылысты білеміз? Дұрыс айтасыздар, су. Біздің сабағымыздың тақырыбы табиғаттағы су. Осы сабақта қол жеткізілетін сабақ мақсаты судың табиғатта кең таралғандығын, бірегей қасиеттерін және оның өмір үшін маңызын түсінеміз. Бағалау критерийі: судың табиғатта кең таралғандығын, бірегей қасиеттерін білеміз. Судың өмір үшін маңызын түсінеміз. Дәлелдер арқылы тұжырымдайды екенбіз. Бастапқыда енді терминологияны менен кейін қайталаңыздар. Unqueue – бірегей, pretty – тазалық, to float – жүзу, to boil – қайнау, to freeze – қату, to rise – көтерілу, attraction – тартылу, soiled – қатты, liquid – сұйық, газ – газ. Судың құрамы. Судың химиялық формуласы H2O, құрылымдық формуласы 2 сутек және 1 оттек атомнан тұрады. Салыстырмалы молекулалық массасы 18 грамм моль. Ендеше оқушылар, бейне материалдарға назар аударайық. Сутек атомынан және 1 оттек атомынан тұрады. Әрбір сутек атомы өзінің жалғыз электронын оттек атомымен бөлісіп, екі дара коваленттік байланыс түзеді. Су молекуласындағы екі атомда сыртқы электрон қабаты аяқталған тұрақты электрондық конфигурацияға ие. Алайда оттек атомы сутек атомына қарағанда өзіне электрондық жұптарды күштірек тартады. Бұл су молекуласындағы зарядтардың әркелкі таралуына әкеледі. Байланыстырушы электрондық жұптар оттек атомына жақынырақ таратылатындықтан, оттек атомы ішінара теріс зарядқа ие болады. Ал сутек атомдары ішінара оң зарядқа ие болады. Нәтижесінде су молекуласы екі қарама-қарсы зарядталған оң және теріс полюстерден тұрады. Сондықтан біз су молекуласын полюсты деп атаймыз. Жақсы, келесі бір видеоматериалдарға назар аударайық. Полюстілік әсерінен су молекулалары өте қарқынды түрде бір-біріне тартылады. Судың бір молекуласының оң зарядталған сутек атомы басқа молекуланың теріс зарядталған оттек атомын өзіне тартады. Әраттас зарядтардың электростатикалық тартылыс күштері су молекулалар арасында белгілі бір байланыс түрінің түзілуіне әкеледі. Сутектік байланыстар коваленттік байланыстарға қарағанда шамамен 10 есе әлсіз. Сутектік байланыстар сутек атомдарымен ішінара теріс зарядқа ие басқа элемент атомдарының арасында, мысалы, фтор немесе азот атомдарының арасында бола алады. Жақсы, бейне материалды тамашалап болған болсақ, судың қасиеттері. Су иісі жоқ, дәмі жоқ, түссіз сұйықтық. Табиғатта су 3 агрегаттық күйде кездеседі. Сұйық, қатты, газ тәрізді. Таза су стандартты қысымда 100 градуста қайнайды және 0 градуста қатады. Су серпімділік қасиетке ие.
Мысалы, кейбір жәндіктер, бауырымен жорғаушылар су бетімен жүгіре алады. Бұл судың беттік керілу қасиетіне негізделген. Көлемін сақтауы, аққыштығы және пішінінің сәл өзгеруі сұйықтық сипатын қасиеттерге жатады. Судың бірегей қасиеттері: байланыс күші, адгезия, жылу сыйымдылығы, мұздың төмен тығыздығы, басқа заттарды еріту қабілеті. Су байланыс күші. Су молекулаларының арасындағы әсерлесу басқа сұйықтықтармен салыстырғанда суда әлдеқайда күштірек. Адгезия сұйықтық молекуласы мен ыдыс молекуласының арасындағы әсерлесуді айтамыз. Су меншікті жылу сыйымдылықтың температураға тәуелдігін минимум болатын жер шарындағы жалғыз сұйықтық судың меншікті жылу сыйымдылығы 4180 джоуль. Бұдан судың бірегей қасиетін жылуды сақтап қалу деген ойға келеміз. Басқа заттардың басым көпшілігі ондай қасиетке ие емес. Сонда бұл ерекше қасиеті адам денесінің температурасын ыстық күнде де, салқын түнде де бір қалыпты ұстап тұруына әкеледі. Су ең күшті әмбебап еріткіш. Егер жеткілікті уақыт берілсе, ол түгелге жуық қатты заттарды еріте алады. Судың тығыздығы басқа заттарға қарағанда ерекше. Сұйық күйден қатты күйге ауысқан кезде тығыздығы азаяды. Сондықтан сұйық судың ішінде мұз қалқып жүреді. Және қыс мезгілінде су қоймаларының тек үстіңгі жағы қатады. Бұл судағы ағзалардың қатып қалудан қорғайды. Егер қату кезінде судың тығыздығын арттыратын болса, онда мұз судан ауыр болып батып кетер еді. Судағы барлық тірі ағзалар қатып, мұз сеңгіріне айналатын еді. Бір тапсырманы орындап көрейік. Менен сұрақ, сізден жауап. Осы 6 сұраққа жауап беріңіздер. Жауап беріп болсаңыздар, онда дұрыс жауабымен тексерейік. Жер бетінде ең көп таралған зат су. Судың қайнау температурасы 100 градус. Су бір мезгілде қанша күйде болады? 3 күйде болады. Судың химиялық формуласы H2O. Сусыз тіршілік бар ма деген сұраққа? Әрине, сусыз тіршілік жоқ. Судың құрамына кіретін элементтер сутек және оттек. Осы 6 сұрақтың барлығына сіздер дұрыс жауап бердіңіздер. Жарайсыздар. Керемет жұмыс. Енді келесі тапсырмаға көшетін болсақ, мына тест тапсырмасын орындаңыздар. Енді тест тапсырмасын дұрыс жауап парағымен тексерейік. Су табиғатта 3 түрлі агрегаттық күйде болады. Қатты судың тығыздығы сұйық судың тығыздығынан төмен болады. Судың беттік керілу күші жоғары. Судың жылу сыйымдылығы жоғары. Судың ерікіштік қасиеті бар зат. Жауабымен сәйкестендіріп болсаңыздар, егер де сіздерде бір жауап қана болатын болса, орташа деген баға, 2-3 жауап болатын болса, жақсы деген, 4-5 жауап болатын болса, өте жақсы деген баға. Жақсы, орташа деген жауап алған оқушылар, сіздер мұңаймаңыздар, сабақты, тақырыпты қайта оқып, біз өте жақсы деген нәтижеге жете аламыз. Үшінші тапсырма қарқын деп аталады. Қарқын деп атап тұрғандай, оқушы сіздерден бұл жерде жылдамдық және шапшаңдық талап етіледі. Мұна судың бірегей қасиеттері мен қолданылуы маңызы арасында сәйкестікті анықтаңыздар. Онда болсаңыздар, дұрыс жауабымен сәйкестендіріп көрейік. Дұрыс жауап кілтімен өздеріңіз бағалап жіберсеңіздер, егерде 3 қате бар болатын болса, бағдаршамның қызыл түсі, 1-2 қате болатын болса, бағдаршамның сары түсі, дұрыс, барлық жауап дұрыс болатын болса, бағдаршамның жасыл түсін өздеріңізге белгілеп қойыңыздар. Келесі, енді біз бастапқыда терминологияны айтқан болатынбыз. Терминологияны жаттау мақсатында сіздер смартфондарыңыздан Google деп теріп, Google-дың ішіне joinmyquizzes.com деп тересіздер, және кіргеннен кейін 83 68 838 деген
кодты теру арқылы QGIS-com бағдарламасы мен терминологияны жаттай аласыздар. Сабағымның соңын қосу алу қызықты әдісі рефлексия арқылы алғым келіп отыр. Бүгінгі сабақта табиғаттағы суда өздеріңізге керекті қосатын заттарды қосу белгісіне, керек емес заттарды алу белгісіне және қызықты деп тапқан заттарыңызды қызықты бөліміне жазып қойсаңыздар. Бүгінгі сабақ барлықтарыңызға түсінікті болды деген ойдамын. Онда біз мақсатқа оралайық. Судың табиғатта кең таралғандығын, бірегей қасиеттерін және оның өмір үшін маңызын түсіне алдық деген ойдамын. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.